Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін мен Зеп. Әдеттегідей бұл менің жаңа видеом. Бәрінің көп қойып жатқан сұрақтарының бірі мен қайда жоғалып кеттім деген сұрақ. Енді ол сұраққа жауап беретін болсам, мен өзіме бір кішігірім бір демалыс алайын деп шештім. Бұның сіздердің ешқандай қатыстарыңыз жоқ, сіздерге ешқандай менің ешқандай ренжішім, шәрсем жоқ. Мен жай ғана өзім жаңа жылдың алдында сіздерге керемет бір видео дайындап жатыр едім. Бірақ аяқ асты маған күшті бір идея келді. Идея болғанда қалай айтсам болады, мен кішігірім шаршадым десем де болады. Бір видеоның өзін істеуге бір аптадай уақыт кетеді. 2 күні сценарийін жазамын, 2 күн бойы түсіремін, 2 күн бойы монтаждаймын, и 1 күн бойы мен полный сол видеоны ютубқа салатын боламын. Сол себепті мен кішігірім миым шаршады. Сол себепті өзіме бір кішігірім демалыс сыйлайын деп шештім соның арқасында. Негізі мен демалыстан кейін дереу оралуым керек болған ютубқа. Бір 2 аптадай демалам, немесе 1 аптадай демалам деген ойда болды. Бірақ өкінішке орай менде сабақтарға деген бір кішігірім проблема болды. Сабақтар оқу керек болды. Соның кесірінен сіздерге кішігірім видео түсіре алмай кеткен болатынмын. Ендеше білмеймін, енді қайтып қазір оралам ба, осы видеодан дальше видео түсіріп жалғастырам ба, мен оны білмеймін шынымды айтсам. Бірақ бұның бәрі енді сіздердің қолдарыңызда. Егер де қатты менің видеомды шығарғанымды қаласаңыздар, мен видеоны жалғастырамын. Егер сіздер бұл видеоны біраз уақыттан кейін барып көріп жатсаңыздар, менің видеом әлі де шықпаған болса, еш ренжімеңіздер. Мен шынымен де ютубты тастаймын деп шешкен болатынмын. Ендеше бәрі сіздердің қолдарыңызда. Мен тастаймын, комментарийді барынша оқуға тырысамын. Егер сіздердің қолда көп болып жатса, мен ютубты дәлше жалғастыратын боламын. Мен демалысымды өте нормально өткіздім. Өте ризамын. Сабақтарымды да туырладым, бәрі зор. Мен үшін уайымдамасаңыздар болады. Бәрі сіздердің қолдарыңызда. Ал ендеше сіздермен болған мен Зеп. Қолдау күтемін. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.